Сәлеметсіздер ма балалар? 50-ші есебімізді шығарамыз. Кітаптарыңыздағы 54-ші беттегі бірінші есебінде көп мүшесін қандай да бір тәсілмен екі мүше немемен үш мүшенің айырмасы түрінде жазыңдар дейді. Жазып көрейік. Мысалға А-ның 3 дәрежесі қосылған 3А-ның квадраты деп жазайық. Азайтылған шақшаның ішіне А квадрат қосылған 3А қосылған 5. Яғни бұл жақшаны ашқан кезде бізде мына өрнегіміз шығады, иә? Түсінікті. Енді екінші есебімізді солай шығарып көрейік. Келесі есебімізде жақшаның ішіне 6х-тің 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Қосылған 2А-ның 3 дәрежесі деп жазайық. Азайтылған. Және де біз енді 6-дан 4х шығу үшін 2х-ті жазамыз. 2х-тің 4 дәрежесі. Және де азайтылған 5А-ның квадраты қосылған 4. Енді осыны жақшаны ашқан кезде тура осы тәсіл шығады. Яғни 6х-іміздің 4 дәрежесі қосылған 2А-ның 3 дәрежесі азайтылған 2х-тің 4 дәрежесі минус-минусымыз плюс болады. 5А квадрат минус-плюс-минус болады 4. Енді міне жерде ұқсас мүшені азайтатын болсақ, 6-дан 2-ні азайтатын болсақ, міне. Яғни не болады? 4х-тің 4 дәрежесі болады. Қосылған 2А-ның 3 дәрежесі, қосылған 5А-ның квадраты, азайтылған 4. Яғни осылай тағы бір-екі тәсілмен өздеріңіз түрлендірсеңіздер болады. Осымен есебіміз аяқталды.